Крепс цикліне де жеттік. Қош келдің, мен Мақсотов Абзал. Қазір біз осы тақырыпты қарастыратын боламыз. Шайың мен кофең дайындап алды и кірісіп кетейік. Қара, осыған дейін гликолиз процесін түсіндірген кезде, немесе осыған дейін крепс циклінде естіген шығарсың, біз көбінесе АТФ-ті шығарамыз. Сосын NADH деген немесе FADH дегенді естіп жатқан шығарсың. И оның барлығын біз не үшін жасап жатырмыз? Вот осындай сұрақ болу керек сенде. Қара, АТФ-ті біз сразу энергия етіп қолдана аламыз. Оны гликолиз болсын, крепс циклі болсын, АТФ шықты ма, басқа процесстарға барады да, сол процесстарды белсендіреді. Жақсы ма, энергия береді. Ал NADH болса, бұл да тоже АТФ сияқты энергия тасымалдай алады, алайда бұл сразу қолданыла алмайды. Сондықтан бұл NADH өзінің энергиясын потом бір АТФ-қа апарып беру керек, чтобы мына АТФ қолданыла алатындай. Сондықтан мына NADH-тар үшін мен специально шелектің суретін салып қоям бүйтіп, и сол шелектің ішіне апарып біз салай беретін боламыз. Жақсы ма? Даже өзің таңғалатын боласың, потому что гликолиз процесінде, крепс циклі процесінде шығатын АТФ-тің деңгейі өте аз негізінен. Көп бөлігі как раз таки осы NADH-тармен алынып кетеді, ең соңғы процесс болады, оны дұрыстап қарастыратын боламыз келесі сабақта. Ең көп энергия именно сол процесста NADH-тар арқылы шығады. Жақсы ма? Гликолизді бір түсініп алайық, дұрыстап қайталап жіберейік, қанша энергия шыққанын. Глюкоза болады, 2 ПЖК-ға бөлінеді, немесе пируват, пирожизм қышқылы, және де бізде 2 АТФ шығады. Осы 2 АТФ бізде сразу басқа процесстарға барады, қолданылай береді деген сияқты. Жақсы ма? Кез келген көзіңді ашып жатсың, там демалып жатсың деген сияқты. Ал 2 NADH-ты біз шелекке әкеліп салып қоямыз. Пока что оларды жинаймыз. Жақсы ма? Так, дальше. Енді көбі айтылатыны мынандай сұрақ болады, кстати, УБТ-да крепс цикліне енетін немесе кіретін зат деп. Сол кезде біз барлығымыз білетін ацетил-CoA. Немесе білмеуің де мүмкінсің, бірақ қатты страшно емес, қазір танысып алатын боласың. Осы ацетил-CoA бізде крепс циклін бастаушы молекула. Алайда гликолиз процесінде бізде именно ПЖК шығады да, міне ПЖК-ның формуласы C3H4O3. И одан кейін крепс цикліне бізде ацетил-CoA кіреді. Вот осы екеуінің арасында бір пробел бар да, вот соны жауып тастайық қазір. Яғни бізге мына ПЖК-дан ацетил-CoA-ға дейін жетуіміз керек. Осы жердегі, кстати, процесті көбі ұмытып кетеді почему-то. Бірақ қара, бұны біз пируваттың тотығуы немесе пируваттың карбоксилсізденуі деп те айта аламыз. Жақсы ма? Бұл кезде не болады? Мынау бізде жоғарыдағы ПЖК-ның структурасы и табосы ПЖК. Бізде ацетил группасына айналады. Ол қалай айналады? Мына жерде тап сол NADH келеді. NAD келеді де, мына H-ты алып кетеді өзімен бірге. И солайша NADH шығады. И бұны біз не істейміз? Бұны біз шелекке апарып салып қоямыз пока что. Жақсы ма? И еще мына жерде бізде қалған мына көміртек және де 2 оттек тұр ғой. Яғни CO2 көмір қышқыл газы. Осы бізде тастап кетеді ПЖК-ны. И осылайша бізде қалады бір көміртек, 2 көміртек. Міне, бір көміртек және де мына жерде бұрыштағы екінші көміртек. Үстіндегі оттегі бар и 3 сутектері бар. Вот табосыны біз ацетил группасы деп айтамыз химияда. И еще мына жерге бізге именно кофермент А деген бір үлкен молекула келіп қосылады. Осылайша біз мынаның топтасуын түгелімен общийді ацетил-CoA деп айтамыз. Мына жердегі процесстарды ұмытпа. Бір NADH шықты, жақсы ма? Бір ПЖК-дан, ал бізде 2 ПЖК бар, значит 2 NADH шықты. 2 NADH-ты қосамыз мына жерге тағы да. И 2 көмір қышқыл газы шығады, соответственно. 2 ПЖК-дан. Енді осы 2 ацетил-CoA бізде 2 крепс цикліне кіреді. Осы моментті дұрыстап игеріп ал. Потому что көбі шатасып кетеді. Опять же, крепс цикл деп айтатын болса, тек қана бір крепс цикл. Онда сол именно не шығады, соны айта қоясың. Алайда глюкозадан деп бастайтын болса, біз глюкозадан, әр глюкозаға бізде 2 ПЖК бар, 2 ацетил-CoA бар и 2 крепс циклі бар. Жақсы ма? Сол кезде сен 2-ге көбейту керек боласың. Бұл моменттарды ұмытпау керек, потому что детальдар маңызды. Сұрақтың жауабын қате беріп қоясың просто. Крепс цикліне кіріп келетін бізде ацетил-CoA жаңағы шығарып алған молекуламыз. И ол қалай кіріп келеді? Ол мына жерде қымыздық сірке қышқылы деген бар. Бізде ол 4 көміртектен тұрады. Кстати, осы жерден бастап біз көміртектерді дөңгелек етіп белгілейміз да. Даже мына ацетил-CoA-ны, ацетилді алып тастап, бүйтіп 1-2 көміртек деп салып қойсақ болады, потому что мына жерде бізде 1 және де 2 көміртек. Мына жерде белгіленбеген, бірақ бұрыштар біз білеміз көміртекті білдіртеді. 2 көміртек болады CoA мен. И екеуі қосылған кезде мына кофермент А, CoA немесе кетіп қалады. Және де 4 көміртек плюс 2 көміртек бізде 6 көміртек пайда болады. 3, 4, 5, 6. Осы 6-ауын біз лимон қышқылы деп атаймыз.
Дальше. Енді мына Крепс циклінің түгел маңыздылығы немесе смыслы деп айтайық, тап осы екі көміртектен, ацетил тобындағы екі көміртектен мына Крепс цикліне кіріп келген айырылу. Жақсы ма? Оларды, ұшырып жіберу, лақтырып тастау. И сол лақтырып тастау барысында как можно больше энергия алып қалу. Енді соның барысында біз не істейміз? Мына жерде сразу бірінші көмірқышқыл газын лақтырамыз. Көмірқышқыл газын лақтырғаннан кейін бұл жерде біз осы лақтыру барысында өзімізге NaDH жасап аламыз. Мына жерде NaD келет, допустим, үстінен NaD келетте мынаның жаңағы осыған дейінгі болған сияқты бір сутегін алып кетеді, өзімен бірге. И солайша бізде NaDH пайда болады. И бұны біз не істейміз? Бұны біз шелектің ішіне әкеліп салып қоямыз. Так, потом лимон қышқылында 6 көміртектен енді бір көміртек кетіп қалды ғой, значит 5 қалды. Сол 5-еуін біз альфа-кетоглютарлы қышқыл деп айтатын боламыз. И ода 5 көміртек бар. Альфа-кетоглютарлы қышқылдан бізде тағы да бір көмір қышқыл газын лақтырып жібереміз. И бұл лақтыру барысында бізде тағы да бір NaDH, мен қазір мынандай етіп толығымен салмаймын, жоғарыдағыдай, просто NaDH деп жазып қоятын болам. И бұл NaDH не істейміз? Бұны біз тағы да шелекке келіп салып қоямыз. Потом мына жерде еще бізде ATF шығады. Бүйтіп салып қойын. Хоп, так, 1 минут. Хоп, мына жерде, так, 1 минут. ATF шығады. Мына ATF не істейді? Бұл ATF сразу бізде кез келген реакцияға барып, сол реакцияны барып белсендіреді. Жасыма, энергия береді соған. Так, осылайша біз мына 5 көміртектен бір көміртекті алып тастаған кезде уже бізде 4 көміртек қайтып қалпына келді, дұрыс па? 4 көміртек қайтып қалпына келді. И одан кейін бізде әлі ішінде энергия бар кішкене, басындағы қосқан мына ацетил-коадан. И сол энергияны мына жерде біз енді бір FADH2 деген молекула арқылы шығарып аламыз. И оны қалай істейді? Мына жерде FAD келеді деп бүйтіп. И мына ішінен тағы да жаңағы сутекті алып кетеді. 2 сутекті өзімен бірге алып кетеді. Негізі NaDH та 2 сутекті алып кетеді, бірақ NaDH деп белгілеп береді бізге именно. Кейбір жерде мынандай етіп те көру мүмкінсің. NaDH бүйтіп қасына H-ты қосып қояды, 2 H-ты білдірту үшін, 2 сутекті білдірту үшін. Бірақ оны келесі жаңағы фосфорлану процесінде мен дұрыстап етіп түсіндіріп беретін боламын. И бұл FADH, ол бізде тоже NaDH сияқты энергия тасымалдайды, алайда бірден қолданыла алмайды. Сондықтан оны біз ATF-қа айналдыруымыз керек бірінші. И сондықтан оны да біз әкелеміз де шелектің ішіне салып қоямыз. Жақсы ма? Потом бізде осы жерде фумар қышқылы пайда болады, янтарь қышқылынан. И одан кейін мына жерде қатты көп изменение болмайды, там су алынады, су қосылады. И солайша бізде алма қышқылы пайда болады. И мына алма қышқылының ішінде әлі де энергия бар, и оны біз мына жерде тағы да NaDH арқылы шығарып алатын боламыз. Жақсы ма? Бұл NaDH не істейміз? Бұны тағы да біз әкеліп мына жерге шелектің ішіне салып қоямыз. Осылайша бізде қымыздық сірке қайтып өзінің бастапқы қалпына келеді, и келесі Крепс циклін бастауға уже дайын. Келесі кофермент А келеді. Мынау бізде бір Крепс циклінің айналымы, ал біз білеміз, әр глюкозға 2 Крепс циклі болады. Себебі әр глюкоздан 2 пирожизм қышқылы шығады, 2 ацетил кофермент шығады, соответственно 2 Крепс циклі шығады. Енді мына жерде өзің түсініп тұрған шығарсың, қазір қатты қиын зат емес, даже мыналарды жаттап та керек емес, кітапта айтылатындары именно кофермент А бастайды Крепс циклін, и ол бастаған кезде оны қабылдайтын бізде қымыздық сірке қышқылы деп жазылады, и одан кейін екеуі біріккен кезде бізге лимон қышқылын береді. Лимон қышқылы бізде 6 көміртектен тұрады. Осыларды жаттап алсаң жеткілікті. И бізге именно нәтижелері керек. Крепс циклінде бізде қандай заттар шықты? Жаңа айтқан болатынбыз, 8 немесе 4 жұп, немесе 8 сутекті белгілейміз. И ол 8 сутектің 6 сутегі бізде именно 3 NaDH арқылы кетеді. Бүйтіп қояйық. Және де қалған 2 жұбы 1 FADH2 мен кетеді. Жақсы ма? Сонда 3 NaDH, 1 FADH шығады. Одан кейін бізде көрген болсам, мына жерде 1 ATF шықты деп айттық. Тек қана 1 ATF, бір циклдан 1 ATF шығады. Потом не шықты тағы 2 көмір қышқыл газы шығып кетеді да. Осы как раз таки 2 көмір қышқыл газы арқылы мына жерде келген ацетил тобындағы 2 көміртектен біз айырыламыз. Айырылу арқылы энергия шығарып аламыз. Так, мына жерден бейтіп 2 CO2 деп жазып қояйық. Енді қара, бұл бізде бір Крепс циклі. Опять же, мына момент маңызды. И егерде бір глюкоздан деп айтып жатырса, Крепс циклінде не шығады деп, онда сен 2-ге көбейтесің, потому что жаңағы айтқан осыған дейінгі зат. Бір глюкоза бізде 2 Крепс цикліне барады.
потому что екіге бөлінеді, 2 ПЖК-ға да. Сондықтан сен мына жердегіні әрқайсысын 2-ге көбейтесің, и солайша сенде 3 емес, мына кетіп тастайық, 6 НА шығады, 2 ФА шығады, 2 АТФ шығады, и 2 көбейтілген 2 4 көмірқышқыл газы шығады. И қазір бәрін жұптайтын болсақ, басында бізде глюкозада 6 көміртек болды ғой. Так, басқа түсала қояйын. Глюкозда басында бізде 6 көміртек болды. Формуласын есіңе түсір, С6H12O6. И осының пируватты тотықтыру процесінде мына жерде бізде бір көміртек кетіп қалған болатын да. Бізде 2 ПЖК болғандықтан, әр ПЖК-дан бір көміртек кетсе, 2 ПЖК-дан 2 көміртек кетті деген сөз. Сонда одан біз минус 2 көміртек алып тастаймыз да, 4 көміртек қалады ғой. Осы 4 көміртек как раз таки мына жердегі Кребс циклындағы 4 көмірқышқыл газымен кетеді. Жақсы ма? Негізі бір Кребс циклінде 2 көміртек кетеді. Алайда бізде 2 Кребс циклі болды, сондықтан 4 көміртек кетеді. Солайша мына глюкоза түгелімен бізде тотығып кетті. Түгелімен жоғалып кетті. Ауаға айналып кетті. Міне, мына көмірқышқыл газы түрінде шығады ғой, оны біз деп сыртқа шығарып тастаймыз. Жақсы ма? Так, енді қазір бір общий саған бір фон берейін, чтобы сен дұрыстап түсініп алу үшін. Мына жерде бізде клетканың іші, артындағы аппақ фонды цитоплазма деп елестет. Цитоплазманың ішінде бізде ең бірінші айтқан гликолиз процесі болады. Гликолиз процесі. И потом осыдан шыққан 2 ПЖК бізде митохондрияның ішіне кіреді. И бұл қалай кіреді? Бұл порин деген нәруыздар болады, осы сыртқы мембранасында бүйтіп есіктер. Жақсы ма? Сол арқылы кіреді ішке. Потом мына матриксқа түседі, митохондрияның ішкі ортасы. И бұл жерде жаңағы пируваттың тотығуы, пируваттың карбоксилсізденуі деген процесс болады. Бұл жерде бізде Н, А, Д, А шығады. 2 НАДH деп жазамыз, потому что 2 ПЖК кіреді. И мына жерде бізде как раз таки жаңағы ацетил кофермент А шығады. Ацетил КоА дегенді былай жазып қоямын. Осы ацетил КоА бізге енді Кребс цикліне кіріп келеді. Но бізде КЦ, Кребс циклі. Жақсы ма? И бұл жерде бізде әр Кребс циклінен 1 АТФ, бірақ бізде 2 Кребс циклі болғандықтан, мына жерде потому что 2 ацетил кофермента, 2 Кребс циклі, сондықтан 2 АТФ шығады деп айтамыз. Сонда байқап тұрсаң, Кребс циклінен де гликолиз процесінен де тек қана 2 АТФ-тан шықты. Мынау міне тап осылар бізде дап-дайын қолдануға болады. Алайда қалған барлығымыз білетін 38 АТФ-тің 34-і мына жердегі бір незнакомый процесс арқылы шығады. Осы незнакомый процессқа как раз таки нат, фат, нат, мына наттар барлығы барады. Жақсы ма? Бұны біз ертеңгі сабақта дұрыстап қарастыратын боламыз. Так, мына жерде кітаптан бір или нұсқа талдаулардан кездестірген жақсы жерлер бар, жаттап алсам болады. Ең бірінші, жалпы митохондрияны көрген адам, ол бізде Келликер деп айтады. Оны ең бірінші саркосома деп атап кетті. Одан кейін Альтман оны биопласт деп атап кетті. Осы, кстати, Альтманды көп жерде митохондрияның ашушысы деп айтады. Алайда митохондрия деп ат берген адам, ол бізде Бенді, Карл Бенді вроде бы. Сосын парин туралы мен айтқан болатын, жаңағы митохондрияның сыртқы мембранасындағы есіктер. Осы арқылы жаңағы ПЖК митохондрияның ішіне кіреді. Так, енді сұрақтарға келейік. Лимон қышқылы айналымын ашты дейді. Мынаны біздің Кребс циклді басқаша лимон қышқылы деп атайды. И еще 3 карбонды цикл деп те айтады. Жақсы ма? И оны ашқан бізде Кребс, Ганс Кребс вроде бы аты, Кребс деген адам, ғалым. Жақсы ма? 2 моль АТФ-тен бөлінетін энергия мөлшері. Мынау бір қайталау. Біз айттық алдында 1 мольден негізі 30.6 килоджоль деп те айтып жатырады. Алайда көптеген нұсқа талдауларда кітаптың ішінде тоже 30.6 деген бір жерде 40 деп жазған. И нұсқа талдауларда ответ көбінесе именно 40 болып келеді. 40 деп айта берсең де болады деп ойлаймын. Және де 2 моль болса, ол значит 80 килоджоль деген сөз. Ок. Кребс циклін бастаушы зат. Не деп ойлайсың? Бұл бізде ацетил кофермент А. Так, кстати, кофермент деп айтып жатыр қой. Кофермент немесе жаңағы НАД, ФАД-ларды тоже кофермент деп айтамыз. Олар ферменттің помощниктары, көмектесушісі. Жақсы ма? Яғни фермент тұрады да бүйтіп жаңағы сутектерді, мысалы глюкозның ішінде болған сутекті алады да, мына натты ұстайды да, үстіне апарып жабыстырып қояды да, бас дейді, короче. Жақсы ма? Немесе мына ацетил коаны тоже самый. Оған бір фермент келді, ацетилді ұстады да, кофермент А-ны ұстады да, оған ацетилді жабыстырып жібереді де, бар Кребс цикліне кір деп айтады. Жақсы ма? Кофермент деген ферменттің көмекшісі.
крепс циклінде жүзеге асатын процесстердің ең маңызды нәтижесі, жаңа айтқан болатынбыз, ең маңызды нәтижесі ол сразу АТФ шығару емес, потому что крепс циклінде тек қана 2 АТФ шығады. Ол жердегі ең маңызды зат ол бізде NADH молекуласының түзілуі. Ол бізде бір ең соңғы этапқа барады, сол кезде как раз таки 34 АТФ шығатын болады бізде. Жақсы ма? Төмендегілердің қайсысы тыныс алудағы энергия көзі емес екенін таңдаңыз. Мына жерде АТФ энергия көзі екенін сен білесің. И NADH-ты біз айттық энергия көзі деп. Алайда NADF, никотин, амид, аденин, динуклеотид, фосфат, бұны сен пока естімедің, бұл бізде фотосинтез процесіне, сондықтан осыны таңдай қоясың. Жақсы ма? Так, осымен сабақ бітті, сен түсінді деп ойлаймын. Егер де түсінбеген жерлерің болса, комментарийда сұрай бер, мен міндетті түрде жауап беремін. И все, келесі сабақта кездескенше, сау бол.